Бауыр, қысып кеткенің қалай кетті сен? Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Жігіттер айып етпеңдер, асығып кетіп байқамай қап. Соншама қайда асығып кетіп барасың? Біз Бипопс компаниясымыз. Қазақстан нарығында 3 жылдан бері еңбек етіп келеміз. Жоғары сапамен қайталанбас дәп, ол біздің шарттардың бірегейі. Енді мынау біздің мақсатымыз халықтың шынайы алғыс алуы. Жақсы бизнес сияқты, ja? Бұны бізде істесек бола ма? Оны Басекеңмен сөйлесіңіз, өзі кетіп қалған. Уалейкум ассалам. Қалайсыздар? Не шаруа? На, бизнестердің дұрыс бизнес сияқты. Біз істеуге бола ма? Әрине. Жүріңіздер, бәрін түсіндірем. Жүріңіздер. Егер де сіз дистрибьютор немесе оптовик болсаңыз, хабарласыңыз. Қазіргі таңда сапалы өніммен сапалы нәтижеге жететін сенім серіктестер іздейміз. Санжар Қасымбекұлы, бізден бір пациент қашып кеткен сияқты. Не? Қалай қашып кеткен сияқты? Мен кезекшілікке бүгін таңертең түстім. Пациенттердің арасынан ол көрінбеген соң бірден дабыл қақтым. Бүкіл территорияны аралап шықтық, еш жерде жоқ. Кім еді ол? Аты жөні кім? Омаров Рауан. Рауан? Омаров Рауан. Қаштым да. Демек ол бір нәрседен сезіктенген. Сезіктенген болса, оның дені сау деген сөз. Жоқ әлде. Саламатсыздар ма? Сіздерге кім керек? Бас дәрігер қайда? Ол кісі бір шаруалармен шығып кетті. Қашан? Шамамен жарты сағат бұрын. Кешіріңіздер, сіздерде қандай мәселе еді? Ол кісіге бірдеңе айту керек пе? Өткенде ауруханаға дәрігер болып бір кісі келді. Келген күннен бастап екі көзім менде. Мен аңдып жүрген сияқты мен оны байқадым. Сосын шприспен маған бір дәрі салмақшы болды. Әңгімелерін тыңдап қарасам, ол Дарханды танитын сияқты. Өйткені бір сөздерінде менің інім өлді, ал сен не үшін тірі жүруің керек? Әділдік қайда деген әңгімелерді айтты. Мені өлтіргісі жүрген сияқты.
Қалайсың, Фазыл? Жаман емес. Иә, мәке. Айдалаға шақыруыңа жол болсын. Жұрт көзінен тасада айтатындай не мәселе? Көпшілік жақтыра бермейтін өзің де білесің. Тыныш жерде, таза ауада өзіңмен әңгімелесейін деген едім. Иә, мәке, айта бер. Тыңдап тұрмын. Қазеке, менің басымнан қандай жағдайлар өткенін мен саған айтып бергем. Әскерден кейін қолыма қару алмайым деп өзіме серт бергем. Бірақ мынау қарындасымның басынан өткен жағдайдан кейін бәрі түбегейлі өзгерді. Мен істеген ісіме өкінбеймін. Жазалаған адамдарым соңғы кезде түсіме кіріп, қатты мазамды алып жүр. Артымнан да ізімді аңдып жүрген біреулерді байқаймын. Аумақтың да салмағы бар. Менен де біреулер кек алғысы келіп жүрген сияқты. Әрине, мәке. Ол заңдылық. Сен өз бауырыңды қорғаймын деп, оған қастандық жасайсың. Ол өз бауырын қорғаймын деп, кек алады. Бұл солай тізбек жалғаса береді. Иә, сен де балаңның кегін қайтарғың кеп, қанға қан деп жүргенін білем. Жаңағы тізбекті тоқтату үшін кінәлілерді тауып, олардың жазасын беруді құзырлы органдарға қалдырғаның дұрыс деп ойлаймын. Мәке, мен саған айттым араласпа деп. Бұл проблеманы өзім шешем. Баламның кегін қайтармай қоймаймын. Күдіктіні де білем. Қателесіп кетпейін деп, кейбір моменттерді анықтап жүрмін. Бұл күнде алыс емес. Жарайды, өзің білесің. Бірақ сақ бол. Айтарың осы болса, әңгіме осымен бітті. Менің шаруаларым бар. Мен кеттім. Қоныш, қалайсың? Жақсы, Самат аға. Кешке қалан шетіндегі складқа барып қойды керек болды. Неге? Келген тауарлардың есебі дұрыс емес сияқты что-то. Қалай дұрыс емес? Оның бәрін мен өзім қабылдап жібердім ғой. Сол білмеймін ғой. Сіз есеп дұрыс қабылдамадыңыз ба? Олар ма? Сол сәл белгісіз болып тұр. Қазір мен тірліктермен кетіп бара жатырмын. Сіз дайын отырыңыз иә кешке? Келем. Жарайды, жақсы. Алло. Әсет. Қалай сендердің тауарларың дұрыс емес, а? Қалай оның есебі дұрыс емес? Кеше мен өзім есептеп жіберген жоқпын ба? Немен сендер, айғыра отсыңдар ма, жүз санап отсыңдар ма? Бұйларың ашып қалған ба? Қазір кешке жақын бастық екеуміз барамыз. Есептерің дұрыс болатын болсын. Болды, арбаңдай бермей.
Жалпы солай. Ағамның бір бетке мінезін менен артық ешкім білмейтін шығар. Әскерде жүргенде Тәжік-Ауған шекарасында болған қарулы қақтығыстан кейін мінезі күрт өзгеріп кетті. Бұлай сырт көзге жұмсақ болып көрінгенмен шын мәнісінде ондай емес. Ұлының қазасы жүйкесіне қатты әсер етті. Міне, осындай жағдайлардан кейін енді қолына қару алып, кез келген нәрсеге баруы мүмкін ғой. Ағамның қателікке бой алдырмас үшін мен де енді қолымнан келген барлығын жасауға тырысамын енді. Әрине, бір беткейлік мінезбен проблеманы шешу ол қате. Дұрыс айтасыз. Заң бәріне бірдей. Оның үстіне ұлымды өлтірді екен деп қылмыскерді өз бетінше жазалағаннан оның басынан ешкім сипамайды. Бұл біріншіден. Екіншіден әлі қылмыскерді табу керек. Менің тергеу бойынша әзірге анықтағаным Фазыл Мырзаның бизнесі бойынша ол бөгде кісілерге ірі көлемде қарыздар болған. Қазір соның маңайындағы адамдардан жауап алынып жатыр. Оның үстіне қайтыс болған ұлы да есірткіге әуестеніп, ойына келгенін жасаған. Оның өліміне өз секілді нашақорлар да себепкер болуы мүмкін. Оның жанында ажырамас бір даусы болған. Ол қазір есінен ауысып, психикалық ауруханада ем қабылдап жатыр. Ол өте маңызды куәгер. Дегенмен, оның қазіргі жағдайы одан жауап алуға мүмкіндік бермей тұр. Ол досы жайында хабарым бар. Жарайды, сізге рахмет. Сау болыңыз, аман болыңыз. Айтпақшы, ағаңызға айта барыңыз. Өз бетінше ешқандай да шешім қабылдамасын. Ол орны толмас өкінішке алып келуі мүмкін. Жарайды. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Не мәселе бойынша келдіңіз? Менің осы жерде бір жақын інім емделіп жатыр еді. Соны іздеп жүрген ғой. Аты жөні кім? Рауан. Фамилиясы? Фамилиясы. Қап ұмыт тұрғанды қараңызшы. Түсінікті. Біз оның туыстарына хабарласқан болатынбыз. Туысы ретінде сізбе келіп тұрған? Иә. Онда Рауанның бұл клиникадан қашып кеткен неге білмейсіз? Не? Қалай қашып кеткен? Солай. Туысы болсаңыз күтіңіз осында. Қазір бас дәрігер келсе, сол кісімен қалған мәселені сөйлесесіз.
Махамбет, сен мұнда не істеп жүрсің? Мен саған айттым ғой, мұнда жолама деп. Қуаныш, мен қайда жолайым, қайда жоламайым, өзім білем. Қайдан ау өнім? Қайдадан жасырып қойдың ба менен? Білмеймін мен оны өзімде. Бүгін клиникадан қашып кеткен екен. Өзімде іздеп таба алмай жатырмын. Сен не шаруан бар, Махамбет, ода? Кезінде өзімде таппай жатырмын деп ауылыңа барып жасырып қойғанды мен әлі ұмытқан жоқпын. Сен мен білесің, мен іздеген адамды кез келген жерден тауып аламын. Сол үшін білетін болсаң жасырма. Сен сонда, Махамбет, мен Рауанды алып басқа жерге жасырсам, сол жерді айтады деп ойлайсың ба? Махамбет, сен өз қарындасының кегін алдың. Енді мені, Рауанды жайымызға қалдыр. Ескі жараны қасый бергеннен ештеңе шықпайды, түсінесің ба? Мен саған қару тақағым келмейді. Өткенде өзің айттың ғой, бұл қан төгістің қайталағын қаламайын деп. Мен де қаламаймын, түсінесің ба? Мен де қан төгістің қайталағанын қалап тұрған жоқпын. Бірақ ана інің осының бәрін өтірік істеп, өтірік жынды болып жүрген болса, маған ренжіме. Жігіттер, мен әрқашанда әділдік жолындамын. Әділдікті орнату үшін мен еш нәрседен тайынбаймын. Әділдік, адалдық жолында жаным құрбан. Қасымда сендердей сенімді серіктестерім барда, ауыр қылмыс жасап, менің бауырымның көзін құртқандар да, жанында жүріп, жазадан сытылып кеткендер де ертелі кеш өз жазаларын алады. Сендердің қаруларыңнан шыққан әрбір оқ жазадан қашқан қылмыскерлердің жүрегіне дөп тиетініне еш күмәнім жоқ. Алла! 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 Арман, ана границада 2 фура товар тұрып қалыпты. Сол мәселені сен шешіп келе, біз Самат аға екеуміз ана складқа барып қайтайық. Болды, жақсы. Кеттік онда.
Ассалаумағалейкум, құрметті кәсіпкер. Өзіңізді немесе кәсібіңізді жарнамалағыңыз келсе, біздің кек сериалының ішіне жарнама қылып түсіріп береміз. Хабарласыңыздар.